Сәлеметсіздер ме әріптестер? Бүгінгі шығарылымда өткен іс тәжірибедегі зерттеу жобасы туралы білім мазмұнын одан әрі жалғастыратын боламыз. Әріптестер, біз сіздермен тақырып таңдау кезеңін тәмамдадық. Енді келесі кезең бізде жоспарлау кезеңі. Бұл кезеңде әр зерттеуші мұғалім немесе зерттеуші топ осы зерттеу жобасын қалай іске асыратындығын жоспарлайды. Зерттеу объектісі кімдер болатыны, зерттеу мерзімі қанша уақытты алатыны, және зерттеуге қатысты деректерді қалай жинайтынын, және дерек жинауға не нәрсе себеп болатынын айталық. Дәйектеу үшін сауалнама, сұхбат, күнделік секілді жазылым жұмыстарының қоры, сабақ кестесі немесе әлеуметтік парақша болуы мүмкін. Міне осындай зерттеу құралдарын белгілеп алу жұмысы жүзеге асады. Келесі кезекте әрекет ету кезеңі жалғасады. Осы жоспарлаған дүниені кезең-кезеңмен біз жүзеге асыра бастаймыз. Және одан әрі өзіміздің әрекетімізді бақылаймыз. Іштей және сырттай бақылау жүзеге асырылады. Бақылау нәтижесінде қордаланған ақпараттардың барлығын жинап теріп, біз ойланамыз. Өзімізге сын көзбен қарап, қорытынды шығарамыз. Егер де біздің осы айналым шеңберінде мәселеміз шешуін таппаған жағдайда, зерттеуімізді әрі қарай жалғастыратын болсақ, әрі қарай жұмыстың бағытын қалай өзгертеміз, әрі қарай қалай жалғастырамыз, сол мәселе туралы біз жоспар құрамыз. Сөйтіп, жаңа біздің өткен бір айналымымыз тағы да қайталанатын болады. Демек, қайта жоспар құрасыз, әрекет етесіз, өзіңізді іштей сырттай бақылайсыз, қайтадан сол жинақтаған ақпараттың барлығын іс-әрекетіңізді қорытып ойланасыз. Осы кезде айта кетуіміз керек, тәжірибедегі зерттеу жобасын жүргізу барысында сіздің қасыңызда сыни достардың болғаны абзал. Сіз іс-әрекеттің ортасында өзіңіз жүресіз. Сондықтан сіздің әрекетіңізді өзіңіз бағалайсыз, және сіздің әрекетіңізді сырттан басқа бір адамның сын көзбен, шын сізге жанашыр ниетпен бағалағаны өте нәтижелі, көмегін тигізетін сүбелі үлес болып табылады. Енді сіздерді іс тәжірибедегі зерттеу жобасын жазуда бағдарға алынатын құрылыммен таныстырайын. Бұл кіріспе бөлімі, әдебиетке шолу, сабақтың дайындалу бөлігі және қорытынды бөлік. Одан кейін қосымша пайдаланған әдебиеттер. Енді ашып айтар болсам, кіріспе бөлімде сіз не үшін осы тақырыпты таңдадыңыз, оның негіздемесін жазасыз сөйлетіп. Одан кейін қандай әдебиеттерді оқыдыңыз, осы тақырыпты зерттеу барысында, осы мәселе аясында тағы сізден басқа кімдер зерттеу жұмысын жүргізген, өзіңізге білім қорын жинау үшін қандай еңбектерді оқып шықтыңыз. Сол туралы әдебиеттерге шолу бөлімінде жазатын боласыздар. Мәселен, мультфильм арқылы жаңа сөзді қалыптастыруға бола ма, қаншалықты тұрақты қалыптастыруға болады санада деген тақырыпты алған әріптестеріміздің жұмысы бойынша әдебиеттерге шолу мынадай 3 тақырыпқа жіктеледі. Мультфильмнің білім беруде қолданылуы, бұл туралы кімдер зерттеген. Екінші, тілді үйретуде жаңа сөздерді меңгертудің жолдары қандай, оны кімдер зерттеген, қандай еңбектер бар. Жаңа сөзді мультфильм арқылы үйрету ісімен сізден басқа бұған дейін кім айналысқан, олар қандай әрекеттерді жүзеге асырған, қандай байқау жұмыстарын жүргізген, көз жеткізетін қандай нәтижелер, зерттеулер, жаңағы лабораториялық деп айтпай-ақ қояйық, зерттеу тәжірибелерін өткізген. Осы уақытта ізденім қорын қалыптастыру жұмысы жүргізіледі. Міне соны сіз қалай жүзеге асырғаныңызды сөйлетіп, осы бөлікте жазатын боласыз. Одан әрі сабақтың дайындалуы дегенге тоқталайық. Өткізілген сабақтардың бұл талданып жазылатын бөлігі. Өзіңіз ден қоятын зерттеу жаңағы тақырыбыңызға байланысты ерекше бағдарға алынған сабақтың тұстарын сипаттап, осы тұста жазасыз. Сәтті, қаншалықты жоспарлаған дүниеңіз сәтті өтті, қаншалықты ол сәтті өте алмай қалды. Осы жерде ескертіп айта кетейін, зерттеу жұмысы үнемі сәтті бола бермейді, үнемі белгілі бір шешімді таба бере алмайсыздар. Кейде сәтсіздікке ұшырайтын да кездер болады, бірақ ол да бәрібір іс тәжірибедегі зерттеу жұмысына саяды. Одан әрі қорытынды бөлік, бұл кезде сіз қандай нәтижеге қол жеткіздіңіз, қандай өзіңіз үшін жаңалық аштыңыз, қандай сіз мәселені қалай шештіңіз, шешілген жаңағы мәселемен енді қандай бағытта бөлісетін боласыз, алда қандай жұмыстарды жоспарладыңыз деген бағытта
қорытынды бөлігіңізді жазатын боласыз. Қосымша деген бөлікте сіздер жаңағы сабақ жоспарларыңызды немесе белгілі бір сауалнамаларыңыздың көрсетілетін стенограмма болған болса соны қосуға болады көрсетуге. Және ең соңғысы пайдаланылған әдебиеттер, қандай еңбектерді оқыдыңыз, тізімдеп осы әдебиеттерді көрсетесіздер. Әріптестер, енді сабақтың зерттелу бөлігін жазуда ескеретін мынадай жайттарды айтып өткім келеді. Осы бір тұсқа ерекше тоқталғым келеді. Оқушылардың аты жөнін әріппен таңбалау, әдебиеттерден алған сілтемелерді дұрыс көрсету, академиялық адалдықты сақтау, сенімді дерек көздерге сүйену, жаңағы берілген біреулердің дәйек сөздерін пилеп жазалап жеткізу амалдары, жаңа қорытындыларды график үлгіде ұсына алу, сыни доспен сабақ жетістігін талқылау деген тұстарға ерекше мән берулеріңізді сұраймын. Бұл аталғандардың барлығы дерлік өте маңызды. Осы ескеруге тиіс жайттарды тиісті деңгейде орындаған жағдайда сіздің зерттеу жұмысыңыз сапалы еңбек деп танылады. Ендігі кезекте зерттеу жұмысымен бөлісудің жолдары қандай? Осы туралы айтып өтелік. Ол біріншіден мақала жариялау, екінші семинарға қатысып тәжірибе ұсыну, постер, видео әзірлеу, сол семинарға. Оқу құралын жазуда пайдалану, немесе тәлімгерлік қызметте пайдалану. Әріптестер, іс тәжірибедегі зерттеу жобасына қатысты бүгінгі шығарылым мазмұны осындай. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Арнама жазылуды, лайк басуды ұмытпаңыздар.